Сәлем достар, сіздермен бүгін 3 сыныптың 120-шы сабағын бастаймыз. 5-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар, аналар күні жақын қалды, анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата көріп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржанмен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын», дедім күлімдеп. «Біз сізді жақсы көреміз», деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Әдібай табылды. Енді сұрақтар. Аналар мерекесі қашан тойланады? Аналар мерекесі көктемде тойланады. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Олар өз қолдарымен әдемі қондырғы жасап, анасының суретін орналастырып, сыйлық дайындады. Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Мен анама гүл сыйлаймын және көмектесемін. Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Өйткені балалар анасын жақсы көріп, мерекемен құттықтап, сыйлық жасап, құрмет көрсетті. Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын», дедім күлімдеп. Келесі 6-шы жаттығу. Өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Ана біздің күніміз. Ананың біз гүліміз. Ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Бұл жерде үтір және нүкте қалып кеткен. Келесі 7-ші жаттығу. Ашхат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір. Кімге арналады? Бұл жерде қымбатты анашым, аса қадірлі анашым деп кімге арналатынын бірінші жазу керек. Одан кейін немен құттықтайды? Туған күніңмен, мерекеңізбен құттықтаймын, яғни немен құттықтайтындығын жазады. Қандай тілек жазылады? Мықты денсаулық, мол күш-қуат, ұзақ өмір тілеймін деп жазу керек. Және де соңында тілек білдіруші кім? Ізгі ниетпен қызың немесе ұлың деген сияқты жазу керек. Енді туыстарыңа немесе досыңа ашық хат жаз. Біз анамызға жазамыз. Сонда қымбатты анашым, туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, күш-қуат, ұзақ өмір тілеймін. Ізгі ниетпен Назым. Жазған ашық хатың туралы жұбыңмен ой бөліс, өзара тексер. Келесі 8-ші жаттығу. Суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Бірінші сурет. Асылбек анасына гүл сыйлады. Екінші сурет. Азат апайға көмектесті. Сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшелеріне талда. Бұл жерде сөйлемдеріміз жайылма сөйлем болып тұр, себебі оның құрамында тұрлаусыз мүшелер бар. Тұрлаусыз және тұрлаулы мүшелер екеуі араласқан кезде бұл жайылма сөйлем болады. Сонда, егер оны жай сөйлем қылатын болсақ, Асылбек сыйлады болады, немесе екіншісінде Азат көмектесті болады. Бастауыш пен баяндауыш болса, жай сөйлем. Ал егер оған тұрлаусыз мүше қосылатын болса, бұл жерде жайылма сөйлем болады. Және де гүл сыйлады деп жай сөйлем түріне айналдырсақ та болады. Бұл жерде анасына дегеніміз және апайға дегеніміз тұрлаусыз мүше болып тұр.
Сонымен достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.